орында бар кредиттарын жауып тастайтын едім. Ақша ең қымбат деп ойлаймын. Және байлық. Мынаны алатын шығармын деп ойлаймын. Есіне қайдақ дегеніз. Онда өзіңіз алатыныз. Ақша деген ол қолдың кірі. Мен онда үлкен байлық. Ақша деген адамның күн көрісінің бір элементі. Үлкен байлық сыртысында. Ал мен болсам ақшаны ол байлық. Ол байлық. Жылдан кетіп бара жатып 2000 теңге салмасаңыз не істер едіңіз? Магазинге барар едім, магазиннен кола, чипсы, шоколад азық-түліктерді алып ішемін. Сол маңайда кімдер жүр, солардан сұрар едім көмек етемін. Бірінші иесін табуға тырысамын. Оны қайырымды ұста беремін. Көп ақшаңыз болса не істер едіңіз? Мальчиктер ауданына барар едім, көшелерді қыдырар едім. Көптеген нәрселер сатып алар едім. Ал мен болсам әке-шешеме не қолданар едім, және де көшедегі мұңыздарды құтып. Мектепке қаржылық сауаттылық пәнін енгізгенін қалайсыздар? Әрине, негізі қаржылық сауаттылық пәні керек. Өте дұрыс. Біз оқыған кезде ондай пән болмады. Жоқ, мен өзімді қаржылай сауаттымын деп ойламаймын, себебі мен кредит алдым. Қаржылай қатты сауаттымын деп айта алмаймын. Қайырымды жұмыспен айналысамын.